Біздің бөлімде 2 лабораториядан тұрады. Ең біріншісі ол картоп лабораториясы және жеміс-жидек лабораториясы. Картоп лабораториясында біз картоптың түрлі отандық, шетелдік, селекциялық сорттарды әкеліп, тұқым шаруашылығын өндіру бойынша айналысамыз. Бізде мына қазақстанский сорттар дейміз ғой, қазақстандық сорттардың ішінде Ақсор, Қарасай, Шқоңыр, Бабаев, Кунаев сорттары бар. Шетелдік сорттардан өзіңіздер көріп тұрғанда ерте пісетін Коломбо, Гала, Ред Скарлет сорттарын өндіріп келеміз. Биыл бізде тұқым шаруашылығы бойынша картоптан 35 гектар өнім отырғызылды. Соның егінді теріп бастадық. Қазіргі күнде 8 гектарын жинап алдық. Биыл өніміміз өте жақсы. Ауа райына байланысты биыл суармасыз жерде, құрғақ жер деп айтады ғой, былай айтқан багарамызда 20 тонна 1 гектардан өнім түсіп жатыр. Жинап жатырмыз қазіргі күнде. Біздің бөлімімізде мына жеміс-жидек лабораториясында интродукциямен айналысамыз. Ол дегеніміз шетелдік, отандық сорттарды әкеліп бізге өндіреміз, отырғызамыз, әрине адаптацияны өткіземіз. Оның барлығын сосын мына отырғызу материалдарын, жеміс-жидектің өзін полностью халыққа отандық өнім ретінде ұсынамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, қазір бізде міне ремонтанттық малинамыз бар, ремонтанттық құлпынайымыз бар. Бұлардың сорттар Кабрила мен құлпынай Америкадан келінген сорттар. Бізге қазір ғылыми зерттеу өтіп жатыр. 3 жылдан кейін сынақтан өткеннен кейін осы жерге реанировать дейді ғой, осы жерге енгіземіз.